Биыл ертіс Баян өңірі айтулы мерейтойларға толы. Осы мақсатта Баянауыл ауданы Мойылды шатқалында бір туар тұлғаларға арналған дүбірлі той өтті. Оған мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қатысып, мемлекет басшысының құттықтау хатын жеткізді. Толығырақ шараға куә болып қайтқан тілшіміз тарқатады. 2 күнді қамтыған ауқымды шараға республиканың әр өңірінен қонақтар қатысты. Алдымен Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы мәдениет үйінде Амантай Құдабаевтың, Тұрсын Жұртбайдың, Әлкей Марғұлан туралы және Сайлау Байбосының, Жүсіпбек Аймауытовқа арналған кітаптары мен Амантай Құдабаевтың Сұңғыла атты естеліктерінің және Аспанбек Шұғатайдың Қаныш намен кітаптарының тұсаукесері өтті. Жүсіпбек Аймауытовтың мерейтойы қарсаңында шыққан кітаптың авторы Сайлау Байбосын. Кітап жарыққа шықпас бұрын оңтүстік елінде бірқатар зерттеу жұмыстары жүргізілген. Тұсаукесер салтанатына Жүсіпбек Аймауытовтың жиені Павел Аймауытов қатысты. Шымкент қаласында Жүсіпбектің жасаған жұмыстарын насихаттаймыз деп, былтырғы жылы арнайы барып, мемориалды тақтасын аштық. Сонда қаншама қонақтарды басқарып барып, сол жерде оңтүстіктің төрінде үлкен бір қуанышқа кенелген едік. Соның бүгін қорытынды нәтижесі ретінде мына кітаптың жарыққа шығарып жатқаны жақсылықтың нышаны деп білемін. Әр ұлтта сол ұлттың тағдырын ойлататын ұлы тұлғалар болады. Сол тұлғалардың өмірі арқылы сол елдің өткенін бағалап, бүгінгісін саралап, ертеңге жол таңдайсың. Мұнан кейін дүбірлі той Мойылды шатқалында жалғасты. Ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, халық қарасы да қалың болды. Салтанатты шараға арнайы мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қатысып, президент құттықтауын жеткізді. Халқымыздың бір туар перзенті көптеген кен орнын ашып, өндірістің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Еліміз әлі күнге дейін оның еңбектерінің игіліктерін көріп отыр. Әйгілі ғалым төл мәдениетімізді терең зерделеп, ұлт руханиятын өркендетуге де зор еңбек сіңірді. Қаныш Имантайұлының ғибратты ғұмыры жас ұрпаққа үлгі өнеге. Сәтпаев мұрасы ұлтымыздың теңдессіз қазынасы саналады. Оның еңбегін жан-жақты дәріптеу ортақ парыз. Болашақта Сәтпаев салған сара жол жалғасып, қазақ ғылымы қарқынды дами береді деп сенемін. Ал өңір басшысы Баянауыл төріндегі мерейтойлардың маңыздылығына тоқталып, құттықтауын білдірді. Қазақ ғылымның атасы Қаныш Сәтпаевтың 125, Алаш арысы Жүсіпбек Аймауыттың 135, тау тұлғалар Әлкей Марғұланның 120 және Шәкен Аймауыттың 110 жылдық мерейтойлары құтты болсын. Қадірменді жерлестер, Абай атамыздың адам адамнан нақыл, ғылым, ар және мінезбен ғана озады деген асыл сөзі бар. Осы айтылғандай ғылымға құштар ұрпақ тәрбиелеп, тарихымызды тану біздің негізгі міндетіміз. Сондықтан бүгінгі мерейтой өткенді саралап, ұлттық рухты бекемдей түсуге ықпал етеді деп сенемін. Киелі Ертіс Баян өңіріне алыстан ат шалдырып келген барша қауымға шынайы алғысымды білдіремін. Мерейтойға облысымыздың әр қала мен аудандары киіз үй тігіп қонақжайлық көрсетті. Мәселен, Екібастұз қаласының білім бөлімі балалар ойын алаңын құрған. Онда жасөспірімдерге ұлттық құндылықтар дәріптелді. Қанша тамыздың үлкен дүбірлі тойында қазақтың көне ұмыт болған керней аспабы қанша ғасыр өткеннен кейін қайта жаңғырып, осы үлкен ұлы тойда ойналып жатыр. Бұл қазақтың қанында, генінде бар дүние. Мұнан кейін той барысында жергілікті өнерпаздар мен қазақ эстрада жұлдыздары әннен шашу шашты. Мерейтойға жиналған халық та дән риза болды. Шараның жоғары деңгейде өткенін атап өтті. Қаныш ағамыздың тойы 25 жылдығы өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Спорттық жағдайларда, басқа жағдайларда ат спорты
барлығы өте жақсы, қарқынды түрде өтіп жатыр. Дүбірлі той бәйгемен аяқталды. Бұл күні шабандоздар атқа мініп, ұлттық көкпар ойыны өткізілді. Бас жүлдені Ақкөл ауылы жеңіп алса, майқайындық спортшы Мұхтар Дәлелхан түйе палуан атанды. Осылайша Баянауылдың Мойылды шатқалында өткен үлкен мерейтой дүркіреп өтті. Барша қауым бір туар перзенттерін мақтаныш тұтып, абырой биігінде асқақтатып жүретінін айқын бейнесін көрсетті. Қымбат Садық, Евгений Оленик, ертіс ақпарат, Баянауыл ауданынан.